Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте оңай және өте дәмді нанның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Менде жоғарғы сұрып. Үстіне құрғақ ашытқымызды қосамыз. Мен осындай Юва фирмасының ашытқысын қолданамын. Дәмі қатты білінбейді, пакмай сияқты ашты емес. Ас тұзымызды қосамыз. Және қантымызды қосып, құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып болған соң, ортасын ашып, өсімдік майын, яғни сұйық майымызды қосамыз. Сосын өте қатты ыстық емес, орташа жылы суымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 5 минуттай осылай илегеннен кейін қолымызға жабыспайтын болады. Енді бетін жауып, жылы жерге 45 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз осылай 3 есе көтеріледі. Енді қолымызды сұйық маймен майлап алып, қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Дөңгелектеп, бірден пергамент қағаз төселген формамызға қойып шығамыз.
Қамырымызды қозғағаннан кейін енді жарты сағатқа тағы тындыруға қойып қоямыз. Қамырымыз осылай көтеріледі. Енді қолымызды майлап алып, саусақтарымызбен осылай нанның бетін тегіс басып шығамыз. Видеодағыдай тек ортасын басамыз, шет-шеттерін баспаймыз. Бетіне сүтімізді осылай жағып шығамыз. Нанымызды алдын ала қыздырылған пеште 220 градуста шамамен 25-30 минутта пісіріп аламыз. Яғни беті қызарғанша ұстаймыз. Осымен өте дәмді және оңай жасалатын үй жағдайындағы нанымыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.